Мәселен, менің атым Жансая, бізде жаңа блог, ал ендеше бастайық. Күні вторник, менде бүгін тек французский сағат 6-да бір пара бар. Әлі ойлану үстіндемін, барамын ба бармаймын, өйткені бір ғана апта қалды рубежкаға. Біздің экзамендер желтоқсанның 9-нан басталатын болды. Рубежкадан кейін, бір күннен кейін, бірінші экзаменім 9-на. Бүгін мен кішкене торымыз болып қалғаным бар. Сағат 7-де тұру керек болды. Сағат 8-де пара бар бүгін, бірақ мен 3-те ұйықтадым. Өйткені ауырғандан соң мен режим полный аударылып кетті. И 3-те каким-то образом менің тамағым қыши бастады. Сөйтіп, үдеу тұрғанда 4 сағат 5 сағат ұйықтап тұрдым. И басығып барып жатсам, сағат 9-да баруға да болады екен, бірақ мен өзіме плюс алдым. 2 рет тапсырып көрдім монологты и кәдімгідей бал қостым. Рахмет, өзім бірде болсын басым істегеніне. Проблема менде пайда болған ол видеодан алдыңғы влогпен. Мен 27 минутқа влог, каналдағы ең ұзақ влог. Егер де көрмесеңіздер көріп кетіңіздер, мына жерде болады, немесе мына жерде. Өте қызық шыққан. Монтажға мен 6 сағат кетірдім. Ладно, ол маңызды емес, бірақ та музыканың кесірінен оның ешқандай зияны жоқ менің видеома, каналыма, но бір региондарда бір моменттермен музыка шықпай қалуы мүмкін. Соны мен жөндеймін деп 2 күн алдын шығу керек болған видео, қайтадан 2 күннен кейін шықты, короче. Иә, солай болып қалды. Мен воскресенье демалам и понедельник мен экзамен тапсыруым керек. А причем просто суббота менде рубежка. Кім бізге расписание қойған болса да, бірақ бір плюсы 24-не менде соңғы экзамен болады. То есть 24-нен 13-не дейін мен демалам. И 13-не менің туған күнімді көткесін бәйя. Жаңалықтар осы. Және осы влог менде кішкене 27 минуттық влогпен салыстырғанда өте қызық емес болуы мүмкін. Сол үшін мен чай, кипяток, табақ бәрін алыңыздар. Просто ұйықтап қалмауға тырысып жатырмын. Қазір ұйықтасам мен түнде 12-де тұрам. И ощущение сағат 6-7 сағат, бірақ енді 4 болды. Мәселен, бүгін бізде жаңа күн. Менде қазір онлайн сабақ болып жатыр. Графический дизайн. Логотиптеріміз көрсетіп жатыр. Брендбук жасауға мен, бірінші мен сізден сестрам себе осылай Тайсонмен істеп көрдік, укладка жасап. И сол үшін мен қазір боянып и биге кетуім керек. Нет, ChatGPT-дан істеген, признаю. Потом, конечно же, она заметила, маған бірінші версияны істегені, но мен уже новый версиясын өзім слишком ақылды болып, оны уже макаптарға, то есть футболға, реклама, баннерларға істеп тастаған едім. Но маған айтты, енді осы Adobe Illustratorға қайтадан істе, потому что сенің фотоң Canva или басқа приложениеде істелген деп. Тез түрімді нормально қылып кетуіміз керек. SPF-то Teams собраниедан шығарсам болады, потому что маған комментарий айтып болды. То есть у мебельных салонов есть посторонне у нас находится лейер, это и есть наш работы, то есть это стандарт, пока будете проходить мат. Да, сюда. Заходим сюда. Здесь колоночную модульную. Это мен бірінші рет емес, екінші, үшінші рет адам болып келген. Называется «До и после». Өте жұға болған соң тез түсіп қалды. А нет. Прям түсіп қалмаған, но почти что полный түсіп қалған.
Iya, nah ini geldim. Қазір мен шай ішемін. Білмеймін есімде емес. Рубежка бізде английскийдан менің жек көретін английскийімнен 1500 сөзге эссе жазып оны презентовать ету керек екен. 1500 сөз мен бір өзім жазбаймын. 3 адам болып и оны презентовать ету керек. I don't think that you need 15 minutes. You know what? Because just, of course, I am talking to you. Maybe I will ask you a couple of questions. Так, мен қазір кофта істеймін. Маған үш нәрсе ұнамады. Үйге қайтып жатырмын. Тупо 1045 сағат кидім. Ешқайсысы ұнамады, это мен. Автобусы қысылып өліп қалайын дегенсің. Главное, аманмын. Барлықтарына қайтадан сәлем. Мен уже үйге келдім. Әр ай сайын енді коррекцияға барып тұрған соң барып келдім. И маған резинка қойып берді. Бір айдан кейін менің бір-екетімді уже шешем болады. Ертең бізде пятница, сағат 9-да пара болады екен. Оны негізі субботаға қойып, всегда суббота күні 3 пара қалатын еді, бірақ ертең комиссия келіп, что-то 9-да болатын болып қалыпты. Английскийда рубежка тапсыратын боламын. Английскийға бармай қойса болады екен. Типа бос апта тапсырып алғандар. Сол үшін хочу сразу радовать. И если влог, осыдан кейінгі влог, менде только нет. Рубежкаға арналған влог болады, рубежкаға қалай дайындаламын. Білмеймін, енді рубежкаға қалай дайындаламын, қалай түсіретінмін. Постараюсь, потому что мен влогтарда қалай сабақ істеп жатқанымды, қалай сабаққа дайындалып жатқанымды түсірмеймін. Спасить. Emergency. This is the strongest bomb ever tested. In your notes, you can choose and it will simulate all the effects. Okay. Unfortunately, the data are a bit old. It didn't have yet number of. Оказывается. Негізі енді капта басталған реттері. Үйден шықтым. Свитер іздеп жатырмын. Форумында жоқ. Мегаға барамын деп ойлап жатырмын. По идее, Мегаға бару керек еді. Форумның көресінен капец. Свитер іздеген. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Uzun zaman doğada adından alınan söyleyince video sürede öğreniyorum. В смысле, içimde kullanmayacağım. Еще мягко арасында түсіруді үйреніп. Плохо получается, но
здоровым вспомнила. Еще мен умудрилась в пятницу на телеге. Короче, мен тапқан сияқты. Нема? И осындай заттарда бар екен. Сағат 9-да кеттім мен ішім сөйтсемен. И үйге қазір 10:30-да келдім. Енді қанша сағат? Білмеймін. 2:30-дан 4-ке дейін ғана үйде болдым. 1:30 сағат и все. Біз басқа сағат бәрімен Рубежка менде ертең 11-де. Еще тест. Білмеймін не істерімді. Ешнәрсе істемеген қан жоқ. Аяғым ауырып кетті. Мен 10 километр, это 17,5 мың шаг. Ойбай, 17 мың, 17,5 мың шаг жүрдім бүгінге. Все. Ертең суббота, наконец-то. И потом, то понедельник, менде бала, и вторник, французский рубеж. Уже суббота күні рубежканы тапсырып келдім. Тест болды, 25 сұрақ білмеймін. Ну, по идее, нормально. Жақсы болсын енді.